2021 жылы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда 4 кезеңнен тұратын жалпыға бірдей декларациялау енгізілген еді. 2024 жылы оның 3-ші кезеңі басталды. Бұл жеке кәсіпкерлерге және олардың жұбайлары, заңды тұлғалардың құрылтайшылары, басшылары және де қатысушылары және олардың жұбайлары тапсыру керек болады. Сонымен қатар бұл міндеттеме әрекетсіз деп танылған жеке тұлғалар, заңды тұлғалар немесе қызметтерін уақытша тоқтаған заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге де тиесілі болады. Жалпыға бірдей декларациялаудың мақсаты көлеңкелі экономикамен күресіп, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету және құжатты тапсыруға міндеттелетін тұлғалардың табыс көзін анықтау. Шет елдегі активтер бойынша, мысалы жылжымайтын мүлік, жер учаскелері, көлік құралдар, егер де қолма-қол ақша болса 34 миллион 500 мың теңгедей сол аралықта өздерінің қолма-қол ақшасын көрсетуге болады. Декларацияны 2024 жылдың қаңтар айынан бастап қыркүйектің 15-іне дейін тапсыруға болады. Ал бұл мерзімнен кешіккен немесе тапсырудан бас тартқандарға тиісті шаралар қолданылады. Жеке тұлғалар, мысалы, өздерінің декларация тапсырмаса немесе мәліметтерді анық көрсетпейтін болса, біріншіден ескерту беріледі. Ал екіншіден бұл бұзушылық қайталанып жатса, декларацияны тапсырмаған үшін 15 айлық есептік көрсеткіш бұл 51.750 теңгеге теңестіріледі, теңгеге қарағанда. Ал егер де анық емес ақпараттарды көрсететін болса, бұл 3 айлық есептік көрсеткіш 10.350 теңгені құрайды. Аталмыш декларацияда жылжымайтын мүліктен бөлек құны 3 миллион теңгеден асатын әшекей бұйымдарды, мал-мүлікті көрсету қажет. Құжаттарыңыз шарттарға сай болса, е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы немесе екінші деңгейлі банктер арқылы тапсыра аласыз.